Сәлем біздің көрермендер, бұл Былайғоның кезекті шығарылымы және де біздермен қайта қауышқандарыңызға біз де, сіздер де қуаныштымыз деген ойдамыз. Сәлем. Достар, бізде бүгін кезекті подкаст және де бүгінгі біздің кейіпкерлерімізбен таныстырып өтейін. Менің оң жағымда Арман Қасымов. Бұл азамат жалпы волонтер. 10 жылдан астам уақытын осы жедел жәрдем бойынша волонтер болып, соған өзінің алтын уақытын арнап, қазір Қазақстан бойынша осы волонтер жылында фавориттерінің бірі жұлдыз десек деп атап, өйткені бұл кісінің есімі де жасалған жұмыстарды осы биылғы жылы ескеріп, жаңағыдай көп айтылып, әрі осы қоғамның дамуына өзінің үлесін қосып жүрген белсенді азаматтардың бірі. Арман, қош келдің. Рахмет, шақырғандарыңа рахмет. Және сол жағымда Серік Қадыров, жастар орталығының директоры. Жалпы мен де бұрын сол мекенде жұмыс жасап кеттім. Жалпы жастарға қызмет көрсету, жастардың ортасы, осы Атырау қаласының, облыстың жастарының қақ ортасында жүрген азамат, әрі алдағы уақытта тағы да өзінің жаңалықтарымен сіздерді қуантады деген ойдамыз. Оны өз аузынан кейін естетесіздер. Серік Қадыров, сізге де рахмет шақыруымызды қабыл алып келгендеріңізге. Енді қайырлы кештек, бізде қазір түсірілім кешке болып жатыр. Жұмыстың бәрін бітіріп, шаруаның бәрін шетке ығыстырып келгендеріңізге, алтын уақыттарыңызды бөлгендеріңізге рахмет айтамыз. Өйткені қазір енді бір қарбалас уақыт қой, шыны керек, әрбір минут, әрбір секундтың өзі маңызды. Тіпті бана Арман кісілерін күтіп тұр деп жатыр, Сәке бана баратын жерін, қонақтығын күтіп отыр деп жатыр. Сондықтан біз уақытымызды бағалаймыз деп, бар айтқан сіздердің әдемі сөздеріңіз, лайфхактарыңыз көрермендер өздерін түртіп алады деген ойда. Енді біріншіден не жаңалық болып жатыр, жұмыстарыңыз қалай? Жалпы екеуіңіз енді осы бір салада бір-біріне ұқсас бағытта жүрсіздер ғой. Жұмыс қалай болып жатыр? Сәке, сізде айтатыныңыз көп сияқты. Сіз бастаңыз. Қайырлы кеш, құрметті көрермендер. Шақырған көп рахмет. Алдымен жұмыс жақсы, бір қалыпты. Биыл енді волонтерлар жылы деді. Оның алдында жастар жылы болған, сол жастар жылында алған қарқында волонтерлар жылында түсірмеуге тырысып, жастарға жаңа жақсы жобалар ұсынуға тырысып жатырмыз. Жұмыс сол бағытында, енді карантиннің кедергілері де жоқ емес, бар. Осы уақытта ондай бір керім көп жаңалық болмағанмен, бір деңгейде жақсы жұмыс жүріп жатыр деуге болады. Онлайн жұмысты зерттеп жатырық дейсің. Онлайн жұмысты үйреніп жатырық. Ең басты жаңалық айтпақшы сол. Онлайн жұмыс өте карантиннің бізге берген пайдасы сол, бір пайдасы біздер әлеуметтік желі, онлайн, жаңа өзің түсіріп жатқан YouTube деген сияқты дүниелермен жақын танысып қалдық. Жалпы подкасттың өзі осы карантиннің арқасында дүниеге келді, өйткені оған дейін ойлап жүрдік те, қазір осыны жасау керек болды да. Ал Ареке, өзіңізде? Бізде Сәкеде сияқты көп жаңалық жоқ. Соның ішінде айтар оқтай жаңалығың бірі жедел жәрдемде 2021 жыл, келесі жылдан бастап. Енді мен өз жұмысым жалғастырмайтын шығармын. Себебі 2019-дан бастап бізге көптеген еріктілер келіп бастады. Жастар да бар. Көптеген жақсы идеялармен келген адамдар бар. Сол жұмыстың бәрін 2019-дан бастап сол адамдарға тапсырып бастадық. 2020 жыл биыл жедел жәрдемде сол бана еріктілермен бірге жұмыс жасау, немесе дәрігерлерге қолдау көрсету, жастармен жұмыс жасау деген жобаларымыз бәрін іске Ақбөбек деген жолдасымыз, әріптесіміз іске асырып жатыр. Сол себептен бүкіл жұмыстың бәрін сол кісіге тапсырып жатыр. Енді келесі жылы бұл жобаларға мен мүлдем қатыспайтын шығармын деген ойдамын. Жаңалықтардың бірі сол. Громкое заявление, да? Арман покидает нас. Заголовок сондай. Заголовок солай кете ма? Енді жалпы Арман Қасымов волонтер болғанымен, ол жалғыз біздің Атырауда емес, Қазақстан бойынша танымал волонтерлардың бірі. Өйткені оның бір ерекшелігі 10 жылдай уақытын осы волонтер саласына арнады. Бұл яғни пафос үшін емес, бір көзге көріну емес, тек өзінің ішкі қалауымен жедел жәрдемге көмектесіп, негізі мамандығы медицина қатысы жоқ, жасап жатқан жұмысыңда. Жоқ. Тек өзінің қалауымен сол бағытта жұмыс жасап жатсың. Енді сен сол жақта жүргеннен кейін жалпы сұрайықшы, карантин екінші волнасы деп жатыр да. Сол жақ қалай болып жатыр? Қазір жалпы науқастардың саны енді азайды ғой, шүкір қазір, бірақ та қазір осы соңғы күндері қалай болып жатыр? Сөздің шыны керек, енді расында ауырып жатқан, індетті жұқтырған адамдардың саны күннен күнге азайып келе жатыр. Бірақ сонымен қатар егер той, садақа, немесе басқа да шаралардың саны азайтпасақ, бұл жерге барудан бас тартпасақ, аурулардың санын қайтадан
саны көбейтуге мүмкіндігіміз бар. Сол себептен айтар оғым қолымыздан келгенше адамдар көп жиналатын жерге немесе сондай шаралардың санын азайтсақ, уақытша ең болмаса азайтсақ деген сондай сол ойдамын. Енді екінші толқын қашан келеді, қашан басталады дегендей, бұл енді өз қолымызда. Егер бүкіл сақтық шараларды сақтамасақ, онда ертеңде келіп қалуы мүмкін. Иә, әбден мүмкін. Енді осы ойда сұрайыншы, жалпы бізде карантин сақтық ережесі деген кезде мына екі мәселе туындайды. Бірінші, санитарный врачтың постановлениесі бар, соған сай бәрі жұмыс жасайды, соған қарап бағынамыз. Екінші нәрсе, ол халықтың, кез келген адамның өзінің ішкі түйсігімен, еркімен, яғни сақтық шараларын сақтану, иә? Жалпы, мысалы, ешқайға бармау, ешкіммен контакт жасамау деген сияқты. Бірақ та екі мәселеде ашығын айтатын болсақ, бір оңтайлы нәтижеде жүріп жатқан жоқ. Мысалға, жеке өзімізден бастайық, баратын жерге барамыз, иә? Мысалға, кей кезде антисептик қолданбай қаламыз, кейде маска тақпай қаламыз, мысалы, болады ғой. Өйткені біздің үйренбегенбіз, оған әрине ол заңдылық түрде, сондықтан бізге кішкене қиындық болып жатыр. Мына жақта кетіп болсақ, белгілі бір деңгейде жаңағыдай санитарлық нормалар сақталмай жатыр. Мысалы, мекемелерде, ғимараттарда оны көріп жатырмыз күнделікті. Мысалға, үлкен ғимараттарға барған кезде, мысалға, базарларға, сауда орталықтарға барған кезде оны байқап жатық. Жоқ дегенде, мысалға, базарлардың өздерінде бір 500 адам жүреді ана жерде, кіріп шығып, мысалы, күніне. Бірақ та жаңағыдай мына жақтан келеді, басқа бір 50 адамдық шараны, 70 адам шараны өткізуге тыйым салып жатады. Сосын кейбір халықтар келіп өкпе-ренішін білдіріп жатады да. Ана жақта жүр ғой 500 адам, бізге де берші 70 адам. Хоть жақсы, антисептик шашсаң шашайық, маска тақ десең тағайық, қолғабымыз киейік. Неге рұқсат бермейсіңдер дейді. Мысалы, ол өкпе-реніште дұрыс па? Сіздердің ойларыңызша? Егер мына жақта мындай жағдай болып жатса. Сәйкес қалай ойлайсыз? Көбінде сол сауал, қарапайым халықты. Ол әртүрлі жағдайларға байланысты ғой. Мысалға, базарда жүрсе, базарды ашса, егер жұмыс жасап, оны арнайы талап қояды. Егер сол талапты орындаған жағдайда, мысалы, мен маска тақсам, сен маска тақсаң, сатушы маска тағып тұрса, ол жерде қауіп азаяды. Той базардағы жүріс-тұрысты тоймен салыстыруға келмейді. Тойда адамдар не істейді? Беттен сүйіп амандасады, бір-бірімен билейді, тағы да басқа контакт кішкене жақынырақ болады, ондай жерлерде. Сосын помещение, орын жайлардың бар отқан ғимаратының көлеміне, мысалы, тар жерде көп адам жиналып қалса, ол қанша маска кисе де, оның қаупі жоғарырақ болады. Ол сол сияқты жекелеген мәселелерді алып келуге болады. Енді реніш ол бәрібір де болады адамдарда. Мысалға, мен бір нәрсе жасағым келсе, өткізгім келеді, қуанышымды атап өткім келсе, мысалға, мен ренжігендіктен сондай нәрселерді іздеп бастаймын. Базарда да жүр ғой, ана жерде де бүйтіп жатыр ғой деген сияқты нәрсені іздеп бастаймын. Ол жеке адамдарға байланысты. Солай деп ойлаймын. Толықтай келсем сізбен. Толықтай келсем. Науқасқа үлкен кісілермен көп сөйлесетін болдым, кездесіп. Мысалы, себебі қасымда Қуандық деген жолдас жігіт бар. Мамандығы фельдшер. Жедел жәрдемде істеген кезінде қазір жұмсаншылық бөлек жұмыс жасап жатыр. Бірақ сол екеуміз бас қосып, 103-тен бөлек жолдастарын шақыру бойынша сол үйлерге баратын болдық. Адамдарға барып, көбінесе дәрігер шақыруға, скорый шақыруға қорқатын болған адамдар. Әсіресе үлкен кісілер. Сол адамдардың үйлеріне барамыз. Мана жаман аурудың симптомдары бар ма, жоқ па? Соны анықтап, және тағы да сұрақтар қойып, анықтауға тырыстық. Сол кезде үлкен кісілердің көбінен сұраған кезде, апай, қалай ойлайсыз? Мысалы, сізде мұның симптомдары бәрі бар. Қай жерден жұқтырдыңыз? Қай уақытта жұқтырдыңыз дегенде әңгімелері бәрінікі бірдей. Айналайын, осыдан 2 апта бұрын көршіміздің қызы ашып, сол қыз азотуға бардық. Тойға бардық, садақаға бардық. Неге бардыңыз, бармасақ ұят болады деген. Сондай әңгімені жиі еститін болдық. Сонымен байқағаным, тіпті орыстарды көрмеппін. Былай айтқанда, бәрі ауырып жатқандардың ішінде орыстарды көрмеппін. Кілем қазақтар. Соның ішінде бір орыс кездесті маған. Бір орыс. Ішімнен ойлап қойдым. Мынау қайдан жұқтырды екен деп. Сосын қасына жақындап, енді сұрадық. Добрый вечер, меня зовут Арман, приехали помочь, как вас зовут? Танысқаннан кейін өзінің атын айтады, атын Александр болсын. Есім Александр дейді. Бірақ маған қазақша жауап берді. Есім Александр болады деп. Енді сәке қалай ойлайсыз, қай жерден жұқтырдыңыз дегенде, бана кісі айналып келгенде ауылдың жігіті екен. Бүкіл сана сезімі, менталитет қазақтікі.
орыстан тек қана бүйтіп алғанда, бірақ іші бүкіл начинкасы енді қазақ. Орысша білмейді, маған орысша сөйлемей, мен орысша білмеймін дейді. Қазақша сөйле дейді. Сол айтайын дегенім, сол бана біздің той садақа. Иә, оны жасыра алмаймыз енді. Той садақа бізде карантинге дейін сенбі сайын болды ғой. Үйде үлкен кісілер ұстатпай қалады, жаңа өзіміз де кетіп қаламыз. Енді жалпы карантин алатын болсақ, енді ол бір талқылап дәмі әбден кеткен тақырып қой енді. Иә, ана Борат екеуінің тез шыққан тақырып деп ойлаймын. Бораттан бұрын келатқан тақырып. Бораттан бұрын келатқан, иә. Кейін де қала береді. Иә, ол қала береді, ол сол ойлаймын, жылды сонымен жабатын сияқтымыз сол. Енді ол көре жатармыз әлі алда уақытта, біздің жеке үшеуміздің қолымызда емес, ол әлемде болып жатқан мәселе. Енді соңғы осы мәселелерге келейік, ол осы Бораттан кейін бір шулап жатқан мәселе, енді бізге тікелей қатысы болмаса да, бірақ та бізге әйтеуір косвенно болсын жақындайды. Ол яғни Америка құрама штаттарында президент ауысты. Сайлау болды, президент ауысты. Бір қызық айтайын, маған өзімнің туған қарындасым айтады, жаңағыдай кішкентай айтады да, неге президент ауысып отыр дейді. Сосын мен ол білмейді. Мен айтамын, мен ол айтамын, ол заңдылық, 5 жыл сайын оларда президент ауысып тұрады. Дейді жаңағыдай. Ақпараттар қараңыздар ма? Жалпы шетелде болып жатқан сайлаудың қалай өтіп жатыр, не қызықтар болып жатыр интернеттен? Әлде ондайлар қызықтырмайсыздар ма? Тіпті уақыт жоқ. Мүмкін қызықтыратын шығармыз, бірақ оны қарайтын уақытымыз жоқ. Мен қарадым, Байденнің жеңгенін білем, Трамптың жеңіп қалғанын білем. Енді білемін, олардың өздерінің жүйесі бар, өзінің саясаты бар деген сияқты ғой. Бірақ білмеймін, енді Трамптың айтуы бойынша ол әділ өтпеді. Енді ұтылғанның сөзі көп дейді ғой, қазақтың мақалы. Ол барлық жерде болады солай. Ұтылып қалған адамның сөзі көп болады. Енді ол қаншалықты әділ өтті, оны сол ақш-тың халқы мен сол өзінің парламентін білетін шығар. Иә, әрине бізге енді қараңғы. Жалпы праймериздің өзі бізге сояқтан келді ғой, негізі. Сояқтан ба екен? Жалпы енді әлемдік тәжірибедегі. Әлемдік тәжірибеде бар нәрсе ғой, праймериз. Бізге бірақ та шоу болды. Әдемі, жақсы бір жаңағыдай сілкініс болды. Жаңа нәрсе болды. Енді шыны керек, бізде сайлаудың жалпы мына шеңберінде праймериз бұрын болған жоқ. Алғаш рет. И бәріміз праймериздің неше түрлі шоулар көрдік. Мен өзім шоумен ретінде қызық қойдым ғой, ойлап қойдым, оказывается бүйтіп болады екен, сөйтіп болады екен. Сен конкуренцияға шыдамайсың екен, оказывается. Сан қарап қызық қойдым. Енді сайлаудың нәтижелері бітті. Жақын арада білетін боламыз. Иә, праймериздің. Енді бітті дегенде қалай? Жартылай бітті деуге болады? Екінші кезең бітті, иә. Бірінші кезең бітті. Жақында. Екінші кезең ғана бітті. Енді әлі де бұл жалғасады, праймериз. Иә, жылдың соңында жалғасады. Сондықтан әреке официальный данныйларды Трампты қарамасаң да біздің Қазақстанды қарап қой. Енді бұған праймеризге Сәке қатысқанын мен білемін. Сәке қатысқасын ол міндетті түрде оны қарап, тексеріп, нәтижесін күтеміз енді. Өзіміздің таныстарымыз атқандай дейсің, иә? Көп адамдар қатысты негізі, иә? Біздің айналамыздағы танитын адамдардың көбісі қатысты. Осы аға тұтып жүрген аға буын өкілдері, іні қарындастарымыз барлығы қатысты. Енді ол кісілер қатысқанда тұрған ештеңе жоқ деп ойлаймын. Жоқ дегенде тәжірибе жинады, саясатта араласып көрді, оның қолдарынан келетінін көрді. Ең жас кандидаттар да болды ол жерде. Бәріне бірдей деңгейде мүмкіндік берілді. Өзін жарнамалауға, үгіт насихат жүргізуге деген сияқты. Соның нәтижесі. Сәке, қателеспесем, әрбір кандидаттың өзінің платформасы болу керек. Сол сізде қандай платформа болды? Платформа дегенде қалай? Ол праймеризге қатыспағасымен ол енді бүкіл нюанстарын білмейді. Бірақ енді бана аумақтарға барып, қала тұрғындарын, облыс тұрғындарымен кездестіңдер. Сол кезде қалай өтті? Яғни бана насихаттау жұмыстары. Насихаттау жұмыстары енді көбісі онлайн, биыл тренд, енді онлайн болды биыл. Ол жерде әлеуметтік желілерде, оның ішінде Facebook бар, Instagramда. Сол жерлерде үгіт насихаттар жүргіздік. Мен бір аса қатты үгіт насихат жүргіздім деп айтпаймын. Үгіт онлайн болды, содан кейін барып, енді дауыс беретін, бұл партияшілік праймериз ғой. Партия мүшелері ғана дауыс беретін болғандықтан, бастауыш партия ұйымдары мен олардың мүшелерімен кездестік. Ол бана оқу орындары, ірі кәсіпорындар, ұйымдасқан бастауыш партия ұйымдары бар. Соның мүшелерімен кездесіп, сол жерде барып, өзіміздің көтеріп толғандыратын мәселелерді айттық. Мақсатымыз, міндетіміз, не істейміз, неге келеді қолдан деген әңгімені айттық.
яғни бұл жерде көбі дұрыс түсінбей алды, жаңағыдай халық таңдайды деп негізінде бұл партияшылық сайлау. Әрине енді көбіміз Нұр Отан партиясының құрамында бармыз, сонда көбі енді сол кім өзін нақты біледі, соның құрамында бармын деп дауыс бере алады кез келген адам жалпы. Просто енді көбі қателік түсініп қалды, жаңағыдай ойбай бұл бүткіл республикалық сайлау деп жатыр. Жоқ. Партияшылық үлкен сайлаудың алдындағы партия тізімді дайындауға өткізілген праймериз. Бұл праймериз дейтін ол әлем тәжірибесінің, оны кез келген партия өзіне қолдануына болады. Иә, жалпы. Бізде өзі неше партия бар, Әреке? Неше партияны білесің Қазақстанда? Саясаттан тіпті хабарым жоқ. Айтуға ұят, бірақ бұл қызықпайды екен. Сәке неше партия бар жалпы? Официально тіркелген? Білмеймін дей салайыншы. Алтауы болу керек. Алтауы ма, иә. Жарайды, заң, праймериз, саясат деші, тағы да бір нені оқыдым. Шотландияда кішкентай балалар соғуға тыйым салынды заң жүзінде. Естісіңіздер ме? Иә, естігем. Көргем, бүгін сияқты, осы Инстаграмдан, лентадан көргем. Сәкен, сенің жанұяң балаларың бар? Бар. Әреке балалар оны? Бұйырмай жатыр. Бұйырмай жатыр. Онда енді бұйыртса саған да қажет болып қалады, ақпарат ата-ана болып жатқанда. Шотландия жалпы заң қабылданды. Мен былай енді қарап көрдім. Шотландия банағы Англия құраманың ішіндегі 57-ші ел екен де сол заңды қабылдаған. Мысалы Германияда ол 2000 жылдан бері бар екен уже бұл заң. Балалар соғуға болмайды, ұруға болмайды. Яғни банағы психологиясын бұзу деген сияқты, мүддесін таптау деген сияқты. Бізде қабылдану мүмкін бе сондай заң? Білмеймін. Енді ол мемлекеттер бәлкім баланы ұрмау керек екен түсіну үшін заң қабылдауға мұқтаж болған шығар. Енді бізде бірақ әуелден менталитетімізде бар. Бала әкесінің қабағынан қорқады. Қабағымен айтып түсіндіреді. Енді бренд саран жекелеген фактілер ол заң шықсын шықпасын бәрі болады. Ертең Шотландияда заң шықты ма, осындай заңға сәйкес шаталып жатыр немесе түрмеге отырып та баласын ұрып деген нәрселер бәрібір шығады. Бәрібір бола береді. Бізде де дәл солай. Бірақ бізге қабылдаудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Енді баланы ұруға болады деген заң болған жоқ қой бұған дейін. Жоқ деген заңның да қажеті жоқ деп ойлаймын. Енді бала болғасын қояншық болдық, тентек болдық. Бірақ артық кетіп бара жатқанда әкеміздің немесе әжеміздің бір қабағын көргенде тынышталып қалатын едік. Баланы соғу деген ондайды естімеппіз бұрын. Соңғы кезде жаңалықтарда Facebook болсын, әлеуметтік желілер болсын, сол жерден тек қана көріп жатырмыз. Біздің елде ондай фактор бар екен деген. Бірақ бұрын өзіміз кішкентай кезімізде ондайды тіпті естімеппіз. Енді ол Шотландияның заңында айтылып тұрған соғу деген бәлкім басқа мағына шығар. Жан шығарып, батырып баланы ұру бұл бөлек нәрсе. Оған заң шығар, ол енді мәселеде, мысалы әлімжеттік жасау ол басқа заңдарда да қарастырылған. Біздегі баланы тәрбие үшін тыңдамай жатса, жекесіне түртіп қалу, нұқып қалу деген нәрсе, ол тәрбиенің бір бөлігі ғой, ол бәлкім. Бұл жерде ажырату керек дейсің де? Ажырату керек әр нәрсе. Бүйтіп түртіп жүру бір бөлек, ұрып соғу бір бөлек ол кәдімгі. Соғу дегенде мен сол сөйтіп заң шығарып, сөйтіп соғу деп ойлаймын. Оған тыйым салып заң шығарса, енді өздеріне. Бізде бірақ қазақта баланы өйтіп қабағымен тыңдата алмай, өйтіп күшке салып жататын ол менталитетіміз. Бірақ та қазіргі соңғы уақытта енді мойындайтын шығамыз, көп факторлар кездеседі әлеуметтік желіде. Ол көріп жатқандарымыз. Біздің көзімізге көрінбей жатқандар қанша, мысалы семьялар бар да, бағанда әкесі енді артық айтқан біз өлтіріп тұрып сабап жатады баласын. Анаң қарап аяп кетесіз да, анадан көрген бала енді ол психологиясына әсер етеді да, етпейді емес. Әрине әке-шешеден қорқу керек, ысылу керек. Ол біз сөйтіп өстік бағана айтқандай, қабақпен бір айқайлайды, қой деген сөз, жаңағы қоя қоясын. Қазір балдар мысалы қоймайды да ғой, көреміз ғой, кішкентай қарындас-інілеріміз қырсығып алады да. Қырсығып алады, сосын әке-шеше жынданып кетеді, бағанағыдай ұрып жібереді, тағы басқа бірдеңе істейді. Бірақ та оған қоя қоятын балалар да жоқ қазір. Бір ұрып жатсаң тағы қоймайды саған әйтеуір. Сол көремін айналада. Сен балаң бар ма? Балам жоқ, бірақ та кім балалармен сөйлесесің? Көресің да. Сонда мен ойлаймын, балалар неге қазір әке-шешені тыңдаудан қалып жатыр ма, әлде әке-шешелерінің қазір жүйкесі жұқарып жатыр ма? Мен бір байқағаным, 2008 жылдары жылы бірінші жедел жәрдемге бірінші кезінде осындай бір мысал келтірейін. Үлкен кісілер жиі жедел жәрдем шақырып тұрады. Қазақ апаларымыз бар, орыстар да бар. Мысалы, орыс кемпірлердің үйіне келгенде, әжелердің үйінде жалғыз өздері тұрады. Балаңыз қайда деп сұраған кезде, бала өз әйелімен, балаларымен бөлек тұрады. Бағанағы әже мысалға
әжеден сұраймыз, неше күн болды ауырып жатқаныңыз? Айтады, ой, балам 3 күн болды, 1 апта болды ауырып жатқаныма. Тіпті су алып келетін кісі жоқ дейді. Балаңыз енді неге келмейді десе, жоқ, баланың өзінің шаруалары бар, өзінің семьясы бар, бөлек тұрады дейді. Біздің қазақтардың үйіне келгенде балалары, немерелері бәрі қасында отырады. Әже қашан ауырып қалды? Дәл қазір ауырып қалды, қазір скорый шақырдық дейді. Келіп тұрады сол кезде. Бірақ соңғы жылдары байқағаным, қазақтарда дәл сондай болып баратыр. Үлкен әжелердің, аталарының үйіне келгенде, балдарыңыз қайда дегенде, баламның, қызымның өзінің бөлек семьясы бар, бөлек тұрады, олардың жұмыстары көп, оларды мазалағым келмейді, сол себептен жалғыз өзім қалып қойдым деген әңгімелер соңғы кезде жиі естіп бастап жатырмыз ондайды. Айтайын деген біздің қазақтарда осындай пайда болып жатыр. Яғни біздің менталитетіміз кішкене өзгеріске еніп жатыр, иә, бұрынғы өзіміздің. Солай болып тұр ғой. Жақсы нәрсе емес ол. Иә, әрине ол жақсы нәрсе емес. Жақсы нәрсе емес. Бізге қазақ деген тәрбиеміз, құндылығымыз жоғалып барады ма? Соны қалады ма деп ойлаймын. Бұл енді жаңағы біздің қазақтың ең бір жақсы да жаман да қасиеті тез қабылдайды, еліктегіш қой. Сосын бағанағы көп ұлтты болғасын, сосын қазір енді Инстаграм, әлеуметтік желі, теледидар деген мүлдем границалардың бәрін сызады ғой, шекаралардың бәрін ашып тастады. Қалағанды қабылдай берсін. Сондай нәрселерді көріп, бағанағы современный, заманауи боламыз, балдар бөлек тұрсын. Сондай бір нәрселерге еліктеп, соларды сіңіріп келгеннен туындап отқан жағдай ғой. Негізі енді жаңа Арман дұрыс айтады, біздің тарихта, менталитетімізде тіпті ондай нәрсе болған жоқ. Бөлек шығарып барады деген. Енді 3-4 баласы болса, үйдің кенжесі шаңырақты ұстап қалады, қара шаңырақта ата-анасының қасында деген. Бізде де өзімізде солай, мысалға 5 баламыз ба, үйдің үлкені мама өзі қалады, сол кісінің қасында біздер күнде бақсына барып кетіп тұрамыз, қабілетіміз жеткенше. Енді бөлек қалдырады дегеннен түсінбеймін. Ол кісі, ол қариямыз өзінің қалауымен олай жалғыз қалған жоқ. Ол балдары тіке айтпаса да, бәлкім солардың қамын ойлап, бір жағдайлар тумасын, алдын алайын деген оймен бөлек тұрса бәлкім жақсырақ болатын шығар деген сияқты баласын сәбиін ойлап солай істеді ол да. Бірақ оны кері түсінетін бала болу керек ол үшін. Мамам оны бізден кеткісі келіп, біз бөлек жібергісі келіп оны қалап отқан жоқ, бұл жай бізді ойлап айтып отыр. Біздер бірге тұрайық, онда тұра не бар деген сияқты кері жауап қайтаратын бала болу керек. Сол себепті бізді көріп отқан ересек жігіттер, қыздар ертең жанұялы болып ересек болғаннан кейін ата-анаңызды жалғыз қалдырмаңыздар. Ата-анаңыз кетіп бар бөлек тұр десе, керісінше құшақтап қасында отыра беріңіздер. Өйткені ата-ананың ризашылығы ол өмірде маңызды нәрсе ғой. Он жерден современный болайық, популярный болайық. Өзіміздің барымыз, сондықтан жоғалтпау керек деп ойлаймын. Не істеп қалай қылсаң да түкке тұрмай қалады, ата-анаң разы болмаса. Сондықтан ата-ананың қасында болыңыздар міндетті түрде. Бөлек көрсең де өзің алып кет бірге. Шешең мен әкең тастама. Енді қазір сіздердің жалпы ортақ нәрселеріңіз ол жастар, иә. Арманның жанында да жастар бар, волонтерлар, көмектесем деп жүрген қыздар, жігіттер. Сәкеннің тікелей жұмысы сол аудиториямен тығыз қарым-қатынаста жүрген. Мысалы, Сәке сіз 90-сыз, әрекесіз? Құрдасыз, қараңыздар. Мен 96-мын. Яғни сіздер 80-90-ды көрген, бұрын кішкене сіздердің кездеген нәрсе басқа. Мен соның шет жағасын көрген шығармын, бірақ та бір кеңінен көрген жоқпын. Менің көргенім бана соның шет жағасымен, мына беркін келе 2000 жылдардың шет жағасын көрдім. Енді салыстырмалы түрде сіздердің кездің жастық шақпен қазіргі жастар қандай айырмашылықтар байқап жатсыздар? Қысқа нұсқада мысалға. Балалық шақ, ой өрістеріңіз, сол кездегі жастардың амбициясы, қазіргі жастардың амбициясы мысалға салыстырмалы түрде. Мектеп кезінде және институтта оқып жүрген кезде үлкен ағаларымның, апаларымыздың әрбір салада бір үлкен жетістіктерге жеткен тұлғалармен кездесуге баратын едік. Мектепте бізді мұғалімдер институтта артымыздан қуып алып баратын еді, жиналысқа алып барады, отырысып қояды. Жиналысқа келген кезде ұйықтап отырамыз. Бізге тым қызығы жоқ. Бірақ уақыт өткеннен кейін, қазір мысалға интернет дамып келе жатыр, әрбір үйде бар деген сияқты. Анда-санда жаңалықтарда сол адамдар кездесіп қалады. Сол кезде есіме түседі. Осы кісінің 10 жыл бұрын біз институтта кездестік. Мына кісі бізге лекция оқыды деген сияқты. Қазір мысалы сондай ой бар менде. Неге сол кезде мен осы кісіні тыңдаған жоқпын деген ой болады менде. Иә. Кеше ғана
осы атырауда бір шараға қатыстық. Бұл жерде мен болдым спикер ретінде, сосын Мира деген апамыз келді. Біздің кездесуге көптеген жастар келді. Атырау медициналық колледждің студенттері келді. Бұдан да бөлек волонтерлар келді. Сол біз енді өз спичті аяқтағаннан кейін, ал жолдастар кімде қандай сұрақтарыңыз бар, сұрағымызды қоя беріңіз деп айттық. Сол кезде байқаған келген қонақтардың сұрақтары өте терең және біздің көтерген тақырыптың бүкіл нюанстар спецификасына кіріп кетеді екен. Яғни айтайын деген, бұл кісілерді ешкім қу болып қойған жоқ, бұл жастарды. Келгендердің жастары мысалы 16-дан 22-ге дейін, сол арада. Бізді сияқты мұғалімдер қу болып қойған жоқ барды. Айтайын деген, жастарда, кешегі жиналысқа келген жастарды ешкім қу болып қойған жоқ. Өздері келді. Және келгенде де қайда келгенін біліп отыр. Бұл жерде қандай тақырып талқылайтынын біліп отыр бар. Және біз сөйлеп болғаннан кейін, біздің тақырыптың бүкіл нюанстарын ашып, сол терең сұрақтар қою бастады. Маған айтып, мысалы, Арман аға, сіз осындай кезде осындай жұмыс жасапсыз, сіз айтқанда осылай айттыңыз, неге деп, терең сұрақтар қояды. Себебі, сол мен байқағаным, бұларға бұл тақырып қызық болып тұр. Расында бұл тақырып, бұл сұрақтың жауабы бұларға қажет. Менің жауабыма қарап, ертең бір іс-әрекет жасайын деп отыр. Немесе бір жобаны іске асырайын деп бір жері үйлеспей жатыр. Бірақ мен жауабым оларға көмектесу мүмкін. Сол өз сұрақтарына жауап іздеп келген адамдар. Сол кезде қатты намыстандым. Неге біз қазақтар өз уақытымызды босқа жоямыз деген сияқты. Қарапайым самолетте оқиғанын айтам. Мен қасымда 2 жолдас жігітіміз, үшеуміз уақытымыз босқа жойдық. 2 сағат уақытымыз приколдарға, вайндарға жойып келдік. Шетелдік жерде отырған. Өз 2 сағат уақытын білім алуға жойған. Енді кішкентай кезімде де сондай болатын еді. Арман, Коляға қараш, Коля қандай. Сен неге Коля сияқты болмайсың? Коля кім? Коля немістің баласы. Арман, сен Сашаға қараш. Саша сияқты неге болмайсың? Саша кім? Саша корейстің баласы. Көршінің баласы демекші. Сол ойланып қарасам, неге біз қазақтарға басқа ұлтты үлгі қылады? Неге бізді қазақтарды басқа өзгелері үлгі болмайды өз балаларына? Неге айтпайды, ана, Сәке сияқты болшы деп? Неге Фархатқа қараш, Фархат сияқты болшы деп? Неге Саша мен Коляға айтпайды олай? Онда бетек, қазір көріп отқанымыздың көрермендер, уақытын зая бір пайдасыз кетті демес үшін, біздің үшеуміздің ортақ ойымыз, түйіміз, уақытыңызды зая жібермеу. Уақытты босқа жібермеу. Келісесіздер ме? Келісем. Онда уақыт зая жібермеу үшін немен айналысуға болады? 3 нәрсе айтыңызшы, Сәке. Қол босап қалған кезде. Кітап оқу, жүгіру, толыққанды ұйқы. Толыққанды ұйқысыңа бір. Әрекет 3 нәрсе. Неге мен ойымызды қайталап отырсыз? Мен де дәл солай айтайын деп едім. Это мои проблемы. Өзіме жетпейтін затты ғана айттым. Уақытты жеткен. Білім алу, спорт, қайтадан білім алу. Осы 3 нәрселерді қолыңыз босай кетсе, айналысыңыздар, уақытыңыз зая кетпейді сонда. Енді мынандай сұрақта, келесі тақырып, ол енді танылып жүрген тақырып, айтылып жүрген коррупция. Бірақ та коррупцияның ішінде, біз коррупция береттердің ішінде көбіне үлкен кісілерді көреміз. Дұрыс па? Где-то айтқанда 30-дан жоғары, 40-тан жоғары кісілер бар, негізі шамамен. Костюм, галстук, қарыншық, бәлкім мұрты бар. Апамыз, мамамыз айтса, жастар коррупция беруі мүмкін бе мысалы? Ал айтқанда 18-дегі жігіт, 18-дегі қыз. Ондай случайлар болды ма? Коррупцияға замешан болған бір. Коррупция дейтін, сыбайлас жемқорлық бір жақты болмайтын нәрсе. Бір жақты болмайды, әрине, екі жақты. Беруші жақ, алушы жақ, оны көріп тұрған куәгер жақ деген бар. Енді біздің оқу орындарымызда коррупция жоқ деп айта алмаймыз ғой, солай ма? Ол сондықтан бала студент кезінен бастап сондай нәрсеге араласады, немесе көзімен көріп өседі. Біздер енді ол баланың өскенде коррупционер болмас үшін, сыбайлас жемқорлыққа жол бермес үшін, біздер сол оқу орындарынан, тіпті мектеп табалдырығынан бастап, ол нәрсенің, коррупцияның, сыбайлас жемқорлықтың жаман зат екенін, ол болуы тиіс емес зат екенін соны түсіндіруіміз керек. Жас кәрі деп бөлінбейді коррупция, жеке әрбір адамға байланысты. Менде мындай ой келді. Мысалы, мектепте оқыған кезінде
ешкімге ақша бермейміз мектеп оқушылары. Өйткені мектепте ондай тіпті ойыңа да келмейді ғой. Студент болып түскеннен кейін жайлап басталады. Сессия жабу, бір сабақ шешу. Ал егер де, мысалы мектепте біз сабақтар жабылмай жүретін кездер болады, бір ағамыз қоймай айтады, апайым сен тапсырма беріп жүреді, барып мына есеп шығарып кел дейді, оны шығарасың, қайтып келіп шығарасың, ол үшін өзің шығара алмайсың, барып басқа класста бір жақсы шығаратын қыз бала болады, соған барып шығартасың. Но әйтеуір главное еңбекпен бір құттай болса. Сонда мынандай ой түйдім, коррупция адамның студент кезінен басталады. Келісесіздер ма? Мүмкін келісемін сізбен. Ол жеке адамға байланысты болатын сияқты әрбір адамға. Бар оқу орындары бар, ақша алмайтын оқу орындары бар. Нағыз коррупцияға қарсысы ба, сол жерге барып түс. Мысалы, мен басқа көп жерде айтпаймын, мақтанғаным болмасын, өзім жақсы оқыдым сабақты. Класс мектепте де, колледжде де өзің білесің, бірде бір адамға бір нәрсе берген кезім болған жоқ. Мен енді ал университетке түстік, қашықтықтан оқыдық, бір жұмыс жасап жүрдік деген сияқты. Енді басталатын шығар деп ойладым, жоқ, олай болған жоқ. Тапсырмаларымды уақытылы орындадым, шақырған жеріне бардым. Жоғары оқу орнында да бір жерге бір нәрсе берген жоқпын. Сондықтан ол жұмысқа келгенде де мен бір адам қызығып бір мансабы бар жерге келген жоқпын. Бастағанда ең қарапайым специалист болып бастадық. Ол жерге кіру үшін ешкімге ақша беріп, коррупцияның ол жерге қатысы да жоқ болды. Сөйтіп жұмысқа келіп кетті де, уже ары қарай ол өзімізге байланысты жұмысыңды көрсету неге байланысты. Ондай жағдайлар да болады. Будь как Серік, коррупцияға қарсы болмас. Мен Сәке сияқты институтта, мектепте жақсы оқыдым деп айта алмаймын. Мен коррупцияға беріп жүзіне бардым десіне. Ресейде оқыдым. Біздің институтта жалғыз мен шетелден келген студент болдым. Сәке сияқты жақсы оқыған жоқпын. Сол себептен бана емтихандарды, тесттерді тапсыру маған қиын болды. Сол кезде мұғалімге жақындаған кезде әрине қасымда студенттерін мен білем. Бірдеңе қыстырып жүргенін байқадым. Енді группада староста келіп, мен де дайын емеспін деп. Әңгіме болды ондай. Сөздің шыны керек болды ондай. Бірақ мұғалім айтады, арманнан алмаймыз дейді. Неге бәрінен алатсың, мен неге алмайсың? Маған айтады, сен қазақсың, Қазақстан Республикасының азаматысың. Қазақстаннан келіп бізде оқып жатсың. Егер сенен алатын болсақ, бірінші сұрақ, қандай білім аласың бізден? Жердің бір жерінен Мәскеуге білім алу үшін келдің. Сол себептен біз саған білім береміз, бірінші. Екіншіден, сенен алатын болсақ, бұл әңгімен сен ауылға барып, елге барып таратасың. Мәскеуге барып, ақша беріп, диплом алуға болады деген әңгіме болады. Сол себептен, екінші сенен кейін бізге ешкім келмейді. Біздің авторитетіміз түседі деген сияқты. Егер нағыз бергің келсе, қағазға жазып берді, сома осындай деп. Философиядан зачет 9000 рубль деді. 45 мың теңге. Маған ауылдан әке шешем айына 3000 рубль жібереді. 15 мың теңге. Бір айға 15 мың теңге жібереді. Мына жерде менен тек қана бір философия зачеттан 45 мың теңге дейді. Жоқ дедім, үйге барып өзім оқу бастадым. Мана философияны өзім тапсырып шықтым, басқа да пәндерді өзім тапсырып шықтым. Соның арқасында енді бергім келді, бірақ бере алмай қалдым. Білім алдым. Арекең ашық неге айтып отыр білесіз бе? Неге? Бұл кісінің ұстаздары көрмейді. Біздің мұғалімдер осы жақта еді. Бірақ оқу орнында дегесін есіме түсіп кетті. Менде де бір рет жағдай болған екен, қазір есіме түсіріп отыр. Онда да сессияға барамыз оқуға. Бер жақта жұмыс жасап жатамыз. Шақырту керек, бізге сессияға келу керек, Қадыров Серік болса. Жұмысқа барып тапсырамын. Жоқ, бұл күні кете алмайсың, бір апта кейін барасың деп. Сосын кешігіп бардым оқу орнына. Сосын барып кураторымызды тауып алдым. Екі экзамен өтіп кеткен екен, екі пәннің. Мұғалімдерді тауып алдым, біреуіне барып сабағымды тапсырдым, қойып берді. Екіншісіне барған кезде кешігіп қалған үшін маған бір осындай А4 болады, 500. Соны алып кел деді. Мен айтқам, кешігіп қалдым, кінәлімін, не істейін, тапсырғым келеді, менен қандай қолдау керек. Как раз бірдеңе жазып жатырғам сол кезде. А4 алып келе қойшы деді. А4-ді алып келдім бе, сол жерден. Бірақ экзаменді тапсырдым қайттан. Негізі солай дұрыс сияқты ойлаймын, андай, ол ақша берсең, бұл жерде ақша берсең, бұл жерде бәрі өзгереді жаңағыдай. Әңгіме болады, сосын ана ойлайды да, ақша ол еще бала өзі таппайды ғой, әке-шешесінен біреуден сұрап алады да. Өзі табатқандар да бар, көбі қалай сұрап алады, сосын жеңіліп жеңілткесін
мә ертең де сөйтіп істей саламын ба деген сияқты уже жоғары оқу орнында болды бұл жағдай. Иә. Колледжде емес, колледж. Иә. Ондай да. Мен бана Арманның бір философиясынан мынандай бір философия түйдім. Егер де әрбір оқу орнының мұғалімдері банағыдай бір ақша алар кезде ой түйіп отса, қазір мен сені ақша алған кезде менің жұмыс орным абырой түседі деген ой түйсе, ойлаймын әрбір мұғалім онда бас тартатын сияқты. Өйткені мана коррупция ол бір адамға байланысты емес, ол алушы бар, беруші бар деген сияқты ғой. Сосын ана балаға тигізіп өту керек та, қазір сен білдей оқу орнының намысын сүресің, абыройын сүресің. Сенің былайша айтқанда бір болмайтын бір 5000 теңгең үшін сен ойлайсың, қандай зиянын тигізіп жатсың да сен оқу орынға. Мысалға. Иә, ол имиджін әсер етеді, ол имиджді бәленбай жыл жасап келеді оқу орны. Жаңағы білім беріп, балаларға сапалы жұмыс жасап. бәсекелестік орта болу керек. Ол жерлерде оқу орындары көптігінен ол бір-бірінен қалмас үшін. Жаста мен мысалға, мен жас болсам, Мәскеуде менде таңдау болатын еді. МГУ бар, тағы басқасы бәрі таңдайды. Оқу орындары өзара бәсекеге түседі, мені өзіне тартып алғысы келеді. Әр студент оларға қымбат та. Ал бізде оқу орындары аз да. Ол бала бәрібір бір оқуы керек, я УНИХ-қа барады, я АГУ-ға барады деген сияқты. Сондай әңгіме бар да. Бәсеке орта болған жағдайда әр оқу орны өзін дамытуға, өзін жақсартуға, өзінің имиджіне жұмыс жасайды да, сапаға. Жалпы орынды пікір, бәсекелестік болу керек деп ойлаймын, барлық қай салада болмасын. Енді осы жерден жайлап біздер мына Атырауға көшкім келіп отыр. Атырау Семейдің тағдырын кешіп кетпей ме деген сияқты ой келеді. Енді әрине білдей бір Семей сияқты болмайды. Шамамен енді түсінікті болу үшін айтып жатырмын. Өйткені Семейді білеміз, полигон болды, ол жақта бүткіл климат бәрі өзгерді, адамдарға кері әсерін тигіз. Бізде әрине онда енді жарылыс дейін Құдай сақтасын, бірақ та одан бөлек бізде енді үлкен мұнайлы өлке болғаннан кейін үлкен компаниялар бар. Компания болғаннан кейін бізде зиянды шығындар бар. Бара ертең көбейіп, қазір демеймін, ол 5 жылдан кейін демеймін, ол бірнеше жылдан кейін біздің қаламыз сондай бір көк түтін болып кетпей ма? Өйткені экологиямыз нашарлап, халықтың жағдайы, денсаулығы әлсізденіп деген сияқты. Уайымдамай отырар едім, егер де медицинам жақсы болса. Мысалы, жасыратындығы жоқ, біздің елдің медицинасы қазір бір қуантатындай жағдайда емес деп ойлаймын мен. Өйткені кейде қарным ашайды, көптеген науқас адамдарымыз басқа елге бар емделіп келеді, ол жай ғана емделіп келу болса екен, бәленбай мың қаражатқа емделіп келеді, сол елге барып ақша қоямыз, сол елге барып бір науқасымызды емдетеміз, ол еще емделе ме, емделмей қала ма, тағы бір вопрос бұл. Оның бару бар. Қарным ашайды, неге осының бәрі біздің елде жоқ? Тіпті енді мен медицина алыс болсам да білемін, мысалы кейбір бір дерт бойынша емдейтін мекемелер Қазақстан бойынша қана біреу болып қалады кейбір да, мысалы Арман, сен өзің келсетін шығарсың. Мысалға, білеміз, Россияның өзінде қалалар үлкен бөлінеді. Москваның өзінің бөлек, Петербургтың өзі бөлек, айтқандай, Сочи болсын, олар өзі алдын бөлек. Бізде де солай болыр деп ойлаймын да, бәрін бір орталыққа келіп әкеле бермей, или я болмаса бәрін бір жерге нетпей, әр жақта бір өзінің үлкен алпауыт орталықтары жоқ. Яғни айналып келгенде біздің экологиямыз мысалға. Қалай ойлайсыздар осы экология бойынша? Экология туралы дым айта алмаймын. Себебі бұл бағытта бұл салада түкті білім жоқ. Сол себептен мен бірдеме айтқаным қате болар. Бірақ медицинаға келетін болсақ, осындай бір ой бар. Мен байқағаным, мына аурудың бірнеше фазасы бар. Басталып жатқаны, күшейген, сосын соңында немесе бана хронически ауысып кетеді, немесе кісі көз жұмады деген сияқты. Енді жедел жәрдемде біз шақыртуға келгенде осындай әңгіме жиі еститініміз бар. Апа, немесе бауырым қашан басталды? 4 күн болып басталғанына. 4 күн бұрын басталды, бүгін 5-ші күн шақырып отырмын. Немесе асқынып кеткеннен кейін шақырады. Неге сол күн шақырған жоқсыз? Құрсыншы, өзі кетерде ойладым дейді. Мысалы, қолым тиген жоқ дейді. Жұмыс көп болды дейді. Үйдің шаруасы біткен жоқ. Қазір әбден қысылғасын сізді шақырдым дейді. Немесе поликлиникаға барып, өз дәрігеріне қарауға уақыты келмеді, уақыты болған жоқ. Немесе поликлиникаға барып очередьте тұрғысы келмеді. Әбден асқынып кеткеннен кейін жедел жәрдем шақырады, дәрігерге барады, бірақ асқынып кеткесін оны емдеу қиын болады. Егер жыл сайын мекемелерде, мысалға бізде справка
86 ма 086 соны сұрайды. Жасыратын жоқ, біздің әріптестердің көбі, таныстардың көбі барады да 2000 теңге 3000 теңге. Иә, барлық жерде жалпы сөйтеді. Бар ондай. Бірақ Құдайға шүкір, бұның да сан азайып баратыр. Күннен күнге ол азайып баратыр. Бірақ бағасы өсіп барады. Сен документ жинап жүрмедің бұл жерде? Документ жинап жүрмедің? Менде ондай проблема жоқ. Егер өзіміз, бұл біздің өзіміздің денсаулығымыз. Өзіміз барып, бүкіл дәрігерді айналып шығып, өзіміз қаралып шықсақ, өзіміз үшін керек. Егер бір ауру басталып келе жатқан кезде, жыл сайын тексеріп өтіп жатқан кезде, сол кезде анықтаса, бұны емдеу жеңіл болар еді. Бірақ біз енді қазақ десе өзіміз кетеді. Енді осы жерде анықтаса, ол анықталынып тұратындай бізде деңгей болса. Мысалға да, жүрегің шаншиды, ол жүрек па, ол ар жағында басқа нәрсе білмейсің, терапевтке барасың да, осылай жүрегім шаншиды дейді, қарап бересіз бе, қайда мәселе деп. Ол сөйтіп алады да, сен бір жерге жібереді, бір кабинетке одан шық. Ол айтады, жоқ, сен мынау емес, ол почка дейді, екінші кабинетке жібереді, үшінші кабинетке жібереді, сонымен айнап ең соңында құрсыншы дейсің, ана жүрек өзі емделіп кетеді. Сонымен қалады, жүреді, бір жыл, 2 жыл өтеді, оказывается, рак болып шығады, мысалы. Ондай да болады. Иә. Жасыратын жоқ, мамандығын қате таңдаған дәрігерлер бар. Бірақ олардан, Құдайға шүкір, соңғы кезде құтылып жатырмыз. Оларды анықтап, арнайы тест өткізіп, олардың мына лицензиясын, құжаттарын тартып алып, екінші адамды емдеуге мүмкіндік бермейтіндей сондай жағдайға барып жатыр. Ондай бар. Ондай бар. Енді адам өз барып, адал бана дәрігерлердің бәрін алдынан өтіп, тексеріп анықтайтын болса, емдеуге мүмкіндік бар. Иә, біздің медицинамызды бәрі жамандайды. Кемшілігі бар, жасыратын жоқ. Бірақ жақсы жағы да бар. Адал жұмыс жасайтын, білімі мол, ондай дәрігерлер арамызда өте көп. Өте көп. Банаға 1-2 дәрігер, мысалға, өз мамандығын қате таңдаған. Немесе әлеуметтік жүйелерде біздің өзімізде бана ашуға беріліп, эмоцияға беріліп, жоқ нәрсені бүйтіп шығарып береміз. Бұны оқыған кісілер дәрігердің немесе бана мекеменің ойын оқымайды. Қалай болған жан-жақты зерттеу жоқ. Тек қана мына комментариясын, постын оқып, өзін бір ойына келеді, соны жазады. Бұл менің ойымша қате сияқты. Жаман зат тез таралады ғой. Иә. Тез таралады. Өзінің сондай бір қасиеті бар жаман нәрсенің. Жаңа Арман, сіздің сөзіңізде мынандай ой түйдім. Біздің тұрғындарда, азаматшыларда жалпы денсаулық күту сауаттылығы жоқ. Яғни қарапайым барып тексерілу, мысалы, ол міндетті емес, ауырған жағдай жалпы адам негізі жылына неше рет тексеру, өзі 2 рет па? Мен өзім 1 рет тексеріп. 1 рет тексерілсе де жеткілікті ғой. Полный тексеріліп өтсең, басынан аяғына дейін денсаулығың қалай болып жатқанын біліп отыру, яғни контрольда ұстап отыру. Мысалға тіске айтады, бізде қалай бір не бар ғой, неше есен барып көру, өзінің несі бар, андылығы. Жылына 2 рет пе екен, барып тұру дегенсе қателеспесем. Бірақ тіске біз өйтіп бармаймыз ғой. Ауырғанда. Әбден ауырып, тісің жаңағы берекетің шыққан кезде барып барасың. Сосын врач айтты, мына тісің уже болды, пайдасыз, жұлып тастап кетті. Ойбай, жұлма деп жаңағыдай бәлеме емдетеді мысалы. Сонда біздің алдағы уақытта көрермендер әрқайсыңыз тұрақты түрде емделіп тексеріп тұруды қолға алу керексіздер. Өзімізден бастап та, мысалы, осы біздің дәуір балаларымыз соған, бізден кейінгілер соған тәрбиелесек, онда олар сауатты болып шығып кетеді, иә. Денсаулығына кішкене. Биыл 2019-да Қызылқоға ауданына барғанбыз қонаққа. Қызылқоғаның бүкіл ауылдарын айналып шықтық. Айналып, жастармен кездестік. Мектеп оқушылар, колледж оқушылар демекші. Сол кезде жастарға осындай сұрақ қойдым. Жолдастар, сізге қонаққа келіп отырмыз ауылға. Мысалы, осы отырған кезде, Құдай сақтасын, бірақ топқа тартылып қалып қалсам, қалай маған көмек көрсетесіз? Сонда бана жастардың айтқаны, ағай, қаздың майын жабу керек дейді. Мяудан шығып Мұқырға келдік. Айтам, жолдастар, бана Мұқырда болдық. Мұқырда осындай сұрақ қойдым. Топқа тартылып қалсам, қалай көмек көрсетесіз? Мұқырда қаздың майын жабу керек деп айтты. Сіз қалай көмектесесіз? Жоқ, ағай, ол дұрыс емес. Қойдың майын жабу керек. Сол неше ауылда айналып шықтық. Әрбір ауылда әртүрлі сұраққа әртүрлі жауап береді. Қаздың майы дейді, сиырдың майы дейді, қойдың майы дейді, әртүрлі. Бірақ нақты дұрыс ешкім жауап бере алмады. Айтайын деген, қазір біздің қатарлар алғашқы медициналық көмек қалай көрсететінін білмейді. Өзім жеке басыма келетін болсам, әжем қолында өстім. 2015-те әжемде инсульт болды. Қасында болған адамдар инсульттың алғашқы белгілерін білмей қалды. Білсе, әжемді алып қалуға болатын еді. Бұндай жағдайлар көп.
міндетті түрде білуіміз керек. Ол өзің үшін емес, тіпті өзгелер үшін да, айналаңдағы адамдар үшін. Өте орынды пікір, онымен келісемін. Бұл енді өзімізден сияқты. Интернетте оқуға болады негізі бұл ақпарат. Или барып көруге сұрауға болады білетін маманнан. Тіпті жедел жәрдемге келіп, біз аптасына 1 рет, 2 рет сондай жиналыстар ұйымдастырып тұрамыз қала тұрғындарына арнайы. Бір топ адамдар жиналып келіп, сол сұрақтарын қоюға болады. Тіпті алғашқы медициналық көмек қалай көрсетеді? Сонымен қатар әрбір адам үйінде не болып жатқанын біледі. Мысалы, мен білетінім, әжемде бана қан қысымы жоғары болды, әкемнің жүрегі ауырады деген сияқты. Сол кезде жедел жәрдемге келіп, сол жердің дәрігерінен сұрауға болады. Мысалға, ертең әкемнің жүрегі қысылса, сіз келгенше мен қалай көмек көрсете аламын деген сұрақ қоюға болады. Сол жерде кардиолог сізге қалай скорый келгенше қалай көмек көрсететінін көрсетіп үйретеді. Әрбір адам келіп, сондай сұрақтарын қойып, білім алып, соны біліп отырса, мысалы, жедел жәрдемге де жеңіл болады келгенде. Және де адам өмірін сақтап қалуға мүмкін ол бір себеп болатын шығар. Біз жедел жәрдем келген кезде адамдар не істейді? Алғашқы көмек көрсете алмайды. Білім жоқ, адамдар кінәлауға болмайды. Ол үшін біз өзіміз үйретуіміз керек. Бірақ сонымен қатар байқағаным, жастар қазір телефонға түсіріп барады. Соны біледі дейсіз? Оны біледі. Біреу ауырып жатса жерге телефонға түсіріп. Жақында бір жол апатына келдік. Бұл жерде 2 кісі көз жұмған екен. Жиналып тұрған адамдар телефонға түсіріп жатыр. Біз артан келе жатып, әңгімесін естіп қалдық. Мынау өліп жатыр екен, қазір өлгеннен кейін оны эвакуаторға жібереміз дейді. Сондай әңгіме. Ондай жиі кездеседі. Мен де соған таңғаламын, адам ана жерде жанымен арпалысып жатқанда сен қалай видеоға түсіресің? Біреудің қайғысы, өйтіп оны салып бөлісудің де бір қажеті жоқ сияқты. Я көмектесе алмасаң үндемей тұр онда, тыныш. Или көмектес, или көмектеспесең тыныш тұр. Жалпы. Көмектесу керек, егер сенде сондай білім болса. Білім болса, көмектесе алатын болсаң, қолынан келсе көмектес. Қате көмектескеннің өзі зиян. Өзі зиян. Бірақ видеоға түсіріп отыру да зиян сияқты бүйтіп жаңа. Әрине, ол видео біреудің қайғысы бұл жерде. Біреуге таратайын. Білмеймін, қандай оймен түсіретінін мен әлі күнге түсінбеймін. Неше түрлі жаман жағдайлар болып жатыр, барлығын видеоға түсіріп, салып. Енді мен мына нәрсемен жапқым келіп отыр бүгінгі подкастта. Жалпы волонтер жылы биыл, өздеріңіз білесіздер. Министрлікте, ақпарат министрлігі жаңағыдай соның қолдауымен «Ла волонтер» деген сериал түсірілген болатын. Көрдіңіздер ме? Гакку түсірген болатын. Көрдім. «Ла волонтер» сериал, яғни 10 серия бар. Енді қолым босамай, сізді, конечно, инстаграмнан босамай айтса, оны ютубқа да уақыт керек, оны күнде 10 серияны қарап отыру. Мен қарап шықтым, потому что ютуб қызық, бірінші, екінші волонтер жылы. Соған тақырыпты бір үйлестіріп, соған түсіріп шығарған. Көрдің бе, Сәке, өзің? Көрдім. 10 сериясы қарап шықтың? Или шет жағасың ба? Скажу больше, дейма. Мен 1.90-ды да көрген. 1.90, жақсы. Өйткені аудиториям жастар мен. Жұмысыңызға тікелей қатысты. Жұмыс жасап жүрік, іштегі волонтерлар бар, өзің танисың бар. Әңгіме айтып отқанда құлағым шалып қалды, осындай бар екен, бүйтті, бүгін істеді. Қызық болды, маған сосын үйге бардым да қарадым. Бірінші, екінші сезоннан бастадым, екінші көріп тұрсам, сен айтып отқан волонтер, содан кейін бәрі қалай болды, бірінші тоқсанын көрейінші. Соны көрейінші бас. Түгел көріп шықтым. Енді бірақ ол жерде мен бір нәрсе іздегем, жұмысыма пайда асатын, немесе жастардың бір менталитетін түсіне қалатындай бір жақсы бір нәрселер болады деп ойлағам. Ондай керім емес, былай енді уақыт өткізіп тастауға жастардың деңгейінде. Бір реттік кино, Бірақ та бір ұнағаны маған бірінші рет осындай волонтерствоны кішкене бір жастардың тілінде жақсы жеткізді. Мысалы, сол үшін респект деуге болады. Өйткені министрлікте отырған адамдарға мысалы қиын ғой оны. Оларға тапсырма береді, жаңа волонтерді көбірек насихатта дейді. Сен жастар жинап алып әңгіме ете берсең, ол қызық емес. Жастар қайсейді, бәріміз ютуб қарайды мысалға. Вот сізде, бізде қараймыз, сосын алды да олар 10 сериал түсіріп тұрады. Еще сериалдың сапасы жақсы ол жерде. Қазақша, орысша араластырған. Әрі молодежный, трендовый и көрдімде мен бір жан іште риза болдым. Бір кішкене толчок бар сияқты. Қозғалыс бар, Қозғалыс бар. Сериалдың атында «Ла волонтер» деп құттай өзгерткен. Жаңағыдай современныйлер қойған. Бірақ әрине волонтерсіз қатысса кішкене бір ұсақ-түйек тірліктер ал енді. Ол әрине сериал болғасын, кино болғасын болады. На самом деле волонтерсіз болғандай емес, негізі одан да үлкен ауқымда. Бірақ та енді мен риза болдым. Соны ойладым. Біздің мысалы жастар саясатында, жастардың ортасында жүрген жұмыс жасап жатқан осы сіздер сияқты адамдар көрді ме екен деген ой келді. Өйткені бана айтқанда аудиторияңыз сондай әңгіме айтып жатады, сіз түсінбей жатсаңыз. Қызық нәрсе айтайын, мен жастарға қатысты нәрсенің барлығын мен өзім қарауға тырысамын.
мен үйде кейде бос уақытымда жатқанда қараймын, ютуб болсын, инстаграмда болсын, бір үйдегі адамдар айтады да, құдай қаласа жат қарап отырсың. Мен өзім үшін қарап отырған жоқпын ғой. Ертесі күні мен олармен бір толқында болуым керек, бір нәрсе айтуым керек, солардың идеясын қабылдап түсіне алатындай болуым керек. Енді ол кейінгі толқынды, алдыңғы толқын бәрібір түсінбей өтеді ол. Бір-бірін толық түсінген ешкім жоқ. Просто соған бір талпыныс әрекет етіп көрейік. Енді былай, бірінші жастар жылы болды, кейін волонтер жылы жариялады. Егер де келесі тағы жылды тағы да бірдеңе деп жариялайтын болса, яғни бір нәрсеге бағыттап, қандай ұсыныс білдірер едіңіздер өздеріңіздің? 1, 2, 3 ұсыныс білдірсеңіздер. Қай салаға, қай бағытқа бағыттар едіңіздер келесі жылы? Мархат, сұрағыңыз өте қиын екен. Кішкене ойланбаса, жауап беруге кішкене қиын болып тұр. Бірінші онда Сәкен жауабын көрейік. Сіздің ойыңызша? Мен білемін, жыл бір нәрсе бағдарлама қабылдамаса жұмыс істемейді. Мемлекеттен көрінеміз ғой. Бірақ мен ойлайтыным ауыл жылы десе екен. Бір ауыл жылы деген бұрында болған сияқты. Рахмет. Дұрыс, жалпы қолдаймын. Ауыл шаруашылығы, ауылдың инфраструктурасы. Ареке, қосарыңыз бар ма? Мен байқағаным осы, Сәкен не айтса да, Сәкенмен келісемін. Байқағаным сол екен. Бұлай енді айтқанда, жалпақ тілмен айтқанда Сәкен астына көпшік соқ қою емес. Бірақ расында сізбен келісемін, Сәкен. Пікіріміз бір жерден шығып жұмады деші. Замандаспыз ғой біздер. Замандас, бір заманда. 90-ның басын көрдік. Айтамын. Рахмет, онда. Подкаст аяқтайық. Енді қазір айтқандай, әркімнің шаруасы жұмысы бар. Рахмет екеуіңізге. Құрметті көрермендер, Былайғоның шығарылымы жалпы бұл қателеспесем биылғы жылдың соңғы шығар деген ойдамыз. Сондықтан пікірлеріңізді аямай астына қалдыңыздар, löпілдерін басыңыздар. Және де бүгін бізде қонақта болған 90 жылдардың көзін көрген, қазіргінің қасында бұл жүрген Серік Қадыров, Арман Қасымов, Былайғы. Рахмет. Арамызда 1 метр, көз алдымда мазасыз келбет. Шашаттың ой келкет, бас тартып соңынан қаждет. Өткенді түріп еске, жібітпекшісің қайта.